Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз өзгеше болады. Бұл кішкентай балаларды қалай үйде ойнатуға болатын. Қазір карантин кезінде көп мынандай курстарға қазір апара алмаймыз балаларды ойнатуға. Сондықтан өзіміз қалай істесек болады. Міне қызым уже көрсетіп жатыр сізге. Менде мына жерде екі пластилин. Мынауысы қаттырақ. Көрсетші. Міне, осы қатты пластилин. Кейін бұл қатты болғаннан кейін ол мынандай жұмсағын алдым. Қатты ол, иә. Осы жұмсағы өте ыңғайлы екен. Мысалы, не істеуге болады? Пластилинді алып, былай төсеп берсек болады. Лепешка сияқты қылып. Сосын мен қазір фасоль алдым. Осыны тығуға болады. Кішкентай болса баланы өздеріңіз тығып берсеңіз, ол өзі алып отырады. Түйме болсын, бусинка болсын. Әрине кішкентай болса қадағалаңыз аузына тықпау үшін. Кішірек кезінде қызыма соска салып қоятын едім, аузына тықпау үшін. Қазір есейді, түсінеді, аузға салуға болмайтыны. Кәне, алшы мынаны. Ала ғой. Ой, молодец. Кәне, әке. Өстіп, бір ыдысқа салдырсақ та болады, е? Кәне, неға салшы? Саламыз. Міне, ал. Ақбет, ал мына жерден. Ал. Изёни. Кәне, аламыз да өстіп көрсетсек болады. Молодец. Ақылды қыз өзі. Неға саламыз. Опа. Не, пластилинді сал. Кәне, мынаны да саламыз. Бәрін тексеріп алу керек, көру керек. Осындай бір әдіс бар. Екіншісі қазір қызылды ашайын. Мен қызыма 1 жас 4 ай болады. Жақында. Сондықтан жақсы көреді осындай пластилиндермен әр нәрсе істеген. Мындай колбаса сияқты сеппесе, кейін бүйтіп тартқанын да жақсы көреді. Тартшы. Кәне, сеш. Оны алып тастаймыз. Кедергі кетпеу үшін. Бәрі қойып та, енді қолмен былай істе. Молодец, они істейді өзі. Мінеки. Тағы да айтып кете салайын, мүмкін біреулер білетін шығар, білмейтіндер бол мүмкін. Бұл ұсақ моторикасын дамытады баланың. Ұсақ моторика ол баланың ойлау қабілетіне әсер береді екені. Саусақтардың ұшында сондай нерв жүйесі орналасқандықтан және ойлау, тез ойлауға, сөйлеуге, жаңа айтқандай, соған әсер береді екен. Сондықтан балаларға осындай ұсақ нәрселермен жұмыс еткендер жақсы. Осылай біз ойнаймыз, бәрін қопарамыз, тексеріп көреміз. Тағы да түсті үйретуге болады. Мысалы, сары, ақ, қызыл деп айтып отыруға болады балаға. Көмектесем. Пышақпен. Істеші. Егер сіздерге осындай тақырыпта қызық болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Алда уақытта тағы да түсіру жоспарда бар. Қызымыз екеуміз қандай ойындар жасаймыз үйде. Рахмет. Біздің каналға кіргендеріңізге бөлісіп тұрсаңыздар болады осы достарыңызбен, видеомен каналымызға жазылыңыздар, қоңырауды басыңыздар. Кейінгі жаңа шыққан жаңа видеолардан құр қалмау үшін. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.